қайырлы күн, қымбатты арна көрермендері. Сіздермен мен Абай ТВ арнасының тілшісі Тұрсынбай Құралай. Бүгінгі Абай ТВ арнамыздың сұхбатына мектебіміздің дарынды оқушысы, жан-жақты оқушысы, сабақпен қатар әлеуметтік желіні де қатар алып жүрген 7-ші сынып оқушысы Рәпіл Әділет қонақта. Өзіңізге қуаныштымыз. Сізге ең бірінші сұрағым, өзіңіз жайлы қысқаша айтып берсеңіз. Рахмет сұрағыңызға, Құралай. Мен атым Әділет, әкемнің баласымын. Өзімнің жылым 2010 жылғы. Қазіргі жасым 13-те. Мен осы TikTok арқылы көп нәрсе біліп жатырмын. TikTokта аналитика барлық жағынан өте мықтымын. Қазіргі кезде әлеуметтік желідегі қаралым саны қанша? Қаралым саны бір видеом 974 мың просмотр жинаған, ал екінші видеом 800 мың просмотр жинаған. Ол видеолар CapCut арқылы көп просмотр жинап жатыр. Лайктары да, просмотрлар да өте көп. Сіз осындай деңгейге қашан қалай жеттіңіз? Мен ол видеоларды 2 күнде дамытып жібердім. CapCut арқылы TikTokқа салдым. TikTok'та бірінші күні 100 мың просмотр жинады, ал арғалай 600 мың, 700 мың арғалай көбейе берді. TikTok'та танымал болу үшін ең маңызды фишкалар қандай фишкалар? Фишкалардан TikTok'та For You, яғни рекке кіріп жатқан видеоларды сен де монтаждап салсаң, ол рекке кіреді. Лайктарың, комментарий көбейіп бастайды. Қазіргі таңда сізді қандай мемлекеттер қарайды? Мен өзім білетін 5-6 мемлекет бар. Олардың ішінде Қырғызстан, Өзбекстан, Ресей, Монғолия, Әзербайжан, Қытай, тағы да басқа елдер көреді. Өте керемет, рахмет. Сізге әрі қарай дамуға тілектеспіз. Осымен біздің сұхбатымыз тамам. Келесі